Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы тағам және сусын. Әңгіме оқимын, сөз. Оқу мақсаты: мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау. Тыңдау барысында тілдік бірлікті сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін, ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіндіру. Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы, мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату. Енді балалар, кім жылдам ойынын ойнайық. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер: жақсы, жаман, алыс, жақын, күн, түн, ақылды, ақымақ, дұшпан, дос, өмір, өлім. Бұл сөздер бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Енді балалар, заттарды салыстырайық. Жуан, жіңішке. Жуан ағаш, жіңішке ағаш. Қалың, жұқа. Қалың кітап, жұқа дәптер. Енді балалар, мына сөздерді атап шығайық. Бұрыш, ара, жаз, ұста, ара, ұста, бұрыш, жаз. Көрдіңдер ме балалар? Бұрыш сөзі, ара сөзі, ұста сөзі, жаз сөзі екі рет айтылды. Олар бірдей аталғанмен, мағыналары әртүрлі сөздер. Ұста жұмыс істеп жатыр. Тұтқаны ұста. Жаз келді, маған хат жаз. Менің атым Дана. Бұл жерде есім. Мұнау менің атым. Бұл жерде атым жылқы деген сөзді білдіреді. 62-ші бет, бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің мазмұнын айт. Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндіріп көр. Бүгін демалыс. Әли Мерейдің үйіне келді. Жанында қара күшігі бар. Түсте Мерейдің анасы түскі ас ішуге шақырды. Анасы көже құйып тұрып, қасықтарыңды алыңдар, ал мен киім үтіктеуге кеттім деді. Мерей, қара, менікі қасық емес, қайық. Ал мынау көл. Осы кезде Асеге анасы кіріп: «Кәне, балықшылар, қайықтан қайтадан қасық айналдырыңдар да көжелеріңді ішіңдер» деді. Бізге берілген сөз қара сөзі. Мәтінде екі қара сөзі бар. Бірі қара күшік түсті білдіреді, екіншісі маған қара деп өзіне қаратып алып тұр. Дәптермен жұмыс. Екінші жаттығу. Жаңылтпашты көшіріп жаз. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсініп көр. Бақта көп қой алма, әлі
көк қой әлі алма. Бірінші жолда алма сөзі көп екенін білдіріп тұр. Екінші жолда алма сөзі әлі піспегенін білдіріп тұр. Енді балалар, кім жылдам ойыны? Жұмбақты шеш. Отқа қойсаң емпілдеп, быж-быж етіп тұншығар. Тақиясы селкілдеп, танауынан бу шығар. Жұмбақтың шешуін табайықшы балалар. Кәне, дұрыс айтасыңдар балалар. Жұмбақтың шешуі шәйнек екен. Енді балалар, 64-ші беттегі бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді оқы. Қарамен берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Мәтінді басшылыққа алып, ағлақ тағамының рецебін жасап көр. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Ағлақ қой сүттен жасалатын дәмді тағам. Сүт қайнатып, ірітіп, ақ ірімшік етіп алады да ыстық қалпында оған май салып араластырады. Ағлақты қарттар мен сәбилерге береді. Бұл жерде мәтін ағлақ туралы айтылып тұр. Мәтінде ақ және ыстық сөздері қарамен жазылған. Ақ сөзіне қарама-қарсы сөз тауып көрейікші балалар. Ақ сөзіне қарама-қарсы сөз қара. Ыстыққа қарама-қарсы сөз суық. Енді балалар, ағлақ тағамының рецебін дәптерлеріңе жазып, маған жібересіңдер. Енді балалар, дәптермен жұмыс. Екінші жаттығу 65-ші бетке қарайық. Көркем жаз. Ағлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам деп дәптерлерімізге әдемі етіп жазып аламыз. Үшінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Құрт. Қатты құртты жейміз, дәмді қышқыл дейміз. Салма артық күшіңді, сындырасың тісіңді деп жатқа жазамыз. Жаттап алып, дәптерімізге қарамай отырып жазамыз. Енді балалар, үйге тапсырма. 4-ші жаттығу 66-ші бет. Балалар, бұл жерде суреттегі көкөністердің атын тауып, үлгі бойынша жазамыз. Пияз ащы, ал қызанақ тәтті. Қияр бұдыр, ал қызанақ қызыл деп ары қарай жалғастырып жазасыздар. Енді балалар, бүгін сабағымызды жақсы түсінгендерің болса, өзімізді өзіміз бағалаймыз. Жақсы түсінгендерің болса, бәрі тамаша, өте жақсылар түсіндім десеңіздер, жасыл түсті таңдайсыздар. Толық емес жартылай орындалған болса, сары түсті таңдайсыңдар. Ал түсініксіз нашар орындаған болсаңдар, онда қызыл түсті бағдаршамды таңдайсыздар. Осымен балалар, сауат ашу сабағы аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.